Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен қазір бизнес арнасы. Бүгін видеода сіздерге керемет схеманы көрсететін боламын. Яғни біз ол приложение арқылы үлкен ақша табуымызға болады. Сонымен қатар сіздерге 1000 подписчика жеткізгендеріңізге өте үлкен рахметімді айтқым келеді. Осы видеоны до конца көрсеңіздер, схеманы түсінетін боласыздар. Достар, ол баяғыда түсірген Legend of Constellation дейтін яғни проект. Бұл жерде біз ASTR койнды яғни тезерге алмастыру арқылы ақша табатын боламыз. Оны қалай жасаймыз? Міне қарайтын болсаңыздар, видео барысында сіздерге 1, 2 немесе 3 персонаж тегін беріледі. Осындай персонаждарды біз битваға қоямыз, олар жеңіп шығады. Сонымен қатар біз сол арқылы яғни белгілі бір түрде пайданы алатын боламыз. Міне достар, біз жеңіп шықтық. Міне XCP дейтін, яғни біз пайданы таптық. Оны герой дейтін батырмадан қарайтын болсаңыздар, біз геройды дамытамыз. Повышать деген батырманы басайық. Міне біздің геройымыз мықты болып кетті. Левел 1 еді, енді левел 5-ке өтті, яғни 5-звездочный болды. Бұл геройлар бізге не үшін қажет? Яғни ақша табу үшін. Ақшаны біз город деген батырма арқылы басамыз, поляға басамыз, міне шахта дейтін батырманы басамыз да, отправка деген батырманы басамыз. Плюсты басамыз, жерге левел 5-ті жіберем, отправка болады. Бұл біткеннен кейін бізге белгілі бір түрде ASTR койн түседі. Біз ASTR койнды яғни обменять етсек болады. Мысалы 10 ASTR койн бізде $2.8. Сонымен қатар біз адам шақыру арқылы да ақша таба аламыз. Ол үшін приложение дейтін батырманы бассақ болды. Бізге адам шақырғанға осындай 100 қызыл, 2 не, яғни 100 ASTR койн, сонымен қатар левел 1 персонаж және 2 осындай битва тегін береді. Поделиться с друзьями деген батырманы баспас бұрын біз осындай правиласымен өтіп шықсақ болады. Міне пригласить 5 друзей и получить близнец Калин дейді. Осындай близнец Калин дейтін біз персонажды аламыз. Сонымен қатар 15 дос шақырсақ 20 ASTR береді екен. Сонымен қатар 40 дос шақырсақ 100 ASTR береді. 100 ASTR дегеніміз қанша? 100 деген батырманы басайық, мына жерде $28. Сонымен қатар приглашение барысында біз правиланы жақсы оқып алуымыз қажет. Яғни бұл жерде сіз өзіңіз персонаж сатып алуыңыз үшін де міне плюс деген батырманы басасыз. Міне 10 немесе $10,000 арасында ақшаны толтыра аласыз. $10 деген батырманы басып көрейік. Мысалға баса салайық. Осындай комиссиямен сіз толтыра аласыз. Скидка деп қойды. Осындай комиссиямен сіздер ақша сала алады екенсіз. Міне USDT 320 немесе ERC-20 Одан кейін достар, міне ақша салған екен, покупка дейтін батырманы басамыз. Міне Кассипия бар, көргендеріңіздей цифрей дейтінде бар. Одан кейін ең мықтысы Феникс. Бұл жерде Кассипия арқылы ақша табуымызға болады. Міне покупка дейтін батырманы басамыз. Покупка, міне Кассипия мен алдым. Прибыль деген батырманы қарайтын болсақ, менде уже $4 табуыма болады екен. $4 дегенде 4 ASTR койн таба аламын. Мен бұл ақшаны яғни оборотқа жұмсасам, осыны белгілі түрде доход таба алады екенмін. В час 0.18, 24 сағатта 4.32 ASTR беріледі дейді. Бұл өте үлкен огромный компанияның бірі. Оны сенбесеңіздер для новичков деген батырмадан басатын боламыз. Міне новичок должен видеть дейді. Міне Бангкокта, Таиландта, яғни осындай өзінің выступлениесі болған екен. Мына жерде қайырымдылық қоры, сонымен қатар LED экраны бар, Нью-Йорк қаласындағы осындай өзі таныстырылуы бар екен. Праздниктегі вечеринкасы, сонымен қатар қалай ақша табуға болады дейтін видеолары да бар екен. Яғни осы арқылы біз проекттің үлкен глобальный екенін біле аламыз. Бұл жерде қарайтын болсаңыздар, город, гильдия, компания, герой, прибыль дейтін батырмалар бар. Прибыль дейтін осы ASTR койн аламыз, одан кейін ASTR койн осы тизер койнға обменять етеміз. Міне ASTR койн жазамыз нерге, мысалы белгілі бір начать конвертировать деген батырманы бассақ, міне $84 на аяққа түседі тизер счетқа. Герой дейтін батырмада қарайтын болсаңыздар, нүктелі болса, повышать деген батырманы басамыз. Осы арқылы біз шахтаға жіберіп ақша табамыз.
компания дейтін батырмада осындай тренировочный осындай өздері тұр. Гильдия дейтін батырманы білетін болсаңыздар, яғни онлайн ойындарда гильдия дейтін де ақша табуымызға болады. Гор деген батырманы қарайтын болсаңыздар, мына жерде аренада адамдармен соғысып ақша тапсақ болады екен. Егер де түсінбей жатсаңыздар, сообщество деген батырмада міне обратная связь, Facebook, Twitter, Instagram бар. Сонымен қатар сообщениеда өзіңізде, яғни не бар екен, сол арқылы сіз біле аласыздар. Ненің дұрыс емес екенін сұрап біле аласыздар. Міне контакт деген батырмада WhatsApp немесе Telegram нөмірлер тұр. Бумажник деген батырма арқылы бұл жерде ақшаны шығаруға болады. Текущий баланс 0, USDT $33. Бұл жерде бір астер 131 теңге, ал бір USDT 470 теңге. Міне пополнить счет, снятый средств, менять, безопасность деген бар екен. Снятый средств деген жерде мен, мысалы, примерно қазір $20 шығарсам болады. Продолжить деген батырманы басамыз. Бүгін шығаруға болмайды екен, понедельник, четверг қана, бүгін пятница болғандықтан шығаруға болмайды екен. Міне қарайтын болсаңыздар, осылай біз ақша таба алады екенбіз. Астер койнның бұл жерде ең глобальный болғаны, бұл жерде Астер койннан лог койнға өтуі ең глобальный тақырып болғаны. Сонымен қатар Астер койнның бір Астер койнның 0, сонымен қатар ең прибыльный болғаны 15%-ке көтерілгені Астер койнның. Мысалы, баяғыда бір Астер койн 0.14 болатын болса, қазір 0.28 деген секілді, яғни 15%-ке көтерілген. Бұл игроктар үшін де ең прибыльный нәрсенің бірі. Достар, сіздер де осылай ақша тапсаңыздар болады.